Баршаңызға сәлем. Күн жылынған мезгілде қыз-келіншектерді артық салмақтан қалай арыламын деген сұрақ мазалайды. Егер сізді де артық салмақтан арылу қиындық туғызып жатса, кейбір жайттарды назарда ұстағаныңыз жөн. Ағзамызда артық салмақ жиналуының тұқым қуалаушылық, артық тамақтану, қозғалыссыз өмір сүру салты секілді айқын себептерінен басқа сіз ойламаған жасырын себептері де бар. Бүгін сіздермен осы жайлы тоқталатын боламыз. Достар, видеоның соңына дейін көрмес бұрын каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Бірінші жасырын себебі дұрыс тамақтың көптігі. Егер пайдалы азық-түліктің үлесін бақыламаса, артық салмақ қосылуы мүмкін. Жаңғақтар, ет, балық, жемістер әрине пайдалы болғанмен, дегенмен оларды артық мөлшерде тұтынбаңыз. Екінші себеп күйзеліс жағдайы. Диетологтар арасында жүйкелі қарын деген арнайы термин бар. Яғни созылмалы стресс салдарынан салбыраған қарын пайда болады. Сондықтан диета ұстамас бұрын барлық кикілжіңді ретке келтіріңіз. Үшінші себеп су жетіспеушілігі. Су ағзаның дұрыс жұмыс істеуіне және тұрақты зат алмасуына өте қажет. Күнделікті дене салмағының әр килограммына 30 мл су ішу қажет. Төртінші жасырын себебі есепке алынбаған калориялар. Шайға салынған бір қасық қант, салатқа салынған тоздығыңыз, нанға жағылған тосап немесе майыңыз, осылай ағзаңызға күніне артық 400-500 килокалория келіп қалғанын байқамай да қаласыз. Бесінші себеп таңғы астан бас тарту. Бірден ұйқыдан тұра сала, таңғы ішпей жұмысқа жүгіруді доғарыңыз. Мұндай жолмен арықтамайсыз. Керісінше ағза аштық режиміне қосылып, калориялар кетпей, қара күнге жинала береді. Сондықтан таңертең толыққанды таңғы ас ішуді ұмытпаңыз. Алтыншы себеп көкөністерді қажетті мөлшерде қолданбау. Ақжелкен, орам жапырақ және басқа да салат жапырақтары ағзаны керемет қанықтырады және арықтауға көмектеседі. 7 сағаттан кем ұйқы артық салмақтың кепілі. Арықтауда күнделікті дұрыс ұйқының маңыздылығы жоғары. Әрдайым ұйқының қанбауы, ұйқы режимінің дұрыс болмауы артық салмаққа әкеледі. Достар, арнамыздағы пайдалы видеолар жіберіп алмау үшін каналымызға жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар.